Бүгін біз VN мен қалай монтаждау керек екенін үйренеміз. Сонымен VN-ға кіргеннен кейін төмендегі қара фондағы ақ плюс батырмасын басамыз. Жаңа проект дейді, новый проект. Сосын бізге керек бірінші түру керек баннер, дыбыс жазу деген, және де екіншісі непосредственно видео. Бүйтіп арасын ашып аламыз. Екі саусақпен үлкейтіп аламыз. Бізге бір осы жарайды. Болмаса бүйтеміз де қысқартамыз. Бұл видео камера. Мына жерін кесеміз. Бізге мынау керек емес. Мына жерден кесеміз. Былай қозғап отырып бізге керек жерін тауып аламыз. Бұл видео тек қана дыбыс жазу видеосы болғандықтан мен сол дыбыспен жұмыс істеген жерін ғана алып қалам. Керек емес жерін белгілейміз. Осылай сары рамканың ішінде болғанда удалитті басамыз. Мана дыбысты, манаға естіген дыбысыңыз ол телефонның өзіне жазылған дыбыс. Айналадағы эхода естілген болуы мүмкін. Ал қазір мен мына телефонның осындай құлаққа даже мына жерден жарайды екен. Мүмкін. Ал мына жердің өзі жарайды екен, мынау да артық екен. Өйткені ал қазір мен мына телефонның осындай құлаққа салатын, қазақшасы қалай екенін білмеймін. Орысшасы наушники деп аталады. Но осыны біздер микрофоны бар наушникті микрофон ретінде қолданамыз. Болды, осы жерге жарайды. Сөйтіп қолдан. Енді бізге непосредственно микрофонды қолданған жері керек. Мына жерін кесеміз, мына керек емесін белгілейміз де қайтадан удалитті басамыз. Ал ендігі бұл микрофон, петличка. Мына білемін деп ойлаймын. Мына жақтар маған керек емес, қарап жүрейік. Жалпы телефонмен болды. Ал мұнда дыбыс жазу кетті. Енді мұнда текст салуға болады. В принципе, даже баннерім бар, соны салып қойсам болады. Жоқ, дұрысы текст салып қойып. Түсін қарағылайық. Обводка керек емес. Обводка, в принципе, ақылтып қойса болады. Көлеңке жасап қойып. Фон сөйтіп қойса да болады, бірақ бізге керек емес. В принципе, бүйтіп қойса болады. Зачем? Мына жерде бір мынандай түсініксіз болуы мүмкін. Тек қана былай қозғалатын болып көрінуі мүмкін. Ол міндетті түрде емес. Мына жерде дұрыстап жүрейік. Өзінің деген керек емес. Телефонның микрофоны дейік. Мына жерден бүйтіп қойып. Астынан ат жатын қылайық. Мына жерде плюс знак фиксация қою арқылы былай жасауға болады. Бүйтейік. Телефонның өзінің телефонның микрофоны. Мына жерден былай істейміз. Мынау не үшін керек? Мына жерде фиксировать етіп тұрады. Егер мынаны болмай, мына жерге соңына сразу алып келіп бүйтіп түсіретін болсам, онда ол не болатын еді? Мен жерден басып түсіп бастайтын еді. Мына қараңыз. Телефонның өзінің микрофонымен қалай болатын, сіз қазір мені естіп тұрсыз. Ал качество жағынан мына жерде екінші бүйтейік. Мына жерден қойайық. Фиксация мына жерден
фиксация қойайық. Осылай қойайын. Қараңыз. Соңғы жерде. Сонда мына жерде үшінші текст. Петличка. Мына камерадағы петличка сияқты. Ендігі мына жерге құттай дыбыс қосып қоюға болады. Бүйтеміз, дыбыс қосаймыз, эффекті дейміз. Қандай эффект бар бізде? Жоқ. Мына нормально. Дайын десек болады. Мұнда бір жақсы да музыка қосып қоюға болады. Мысалға, қандай музыка қосамыз? Осыны қосып қойық. Дауысын басып қойық. Ал енді мына жерде текст, обводка қара, фон. Сонымен экспорт дейміз. Высокое качество, разрешение, так, 60 кадров в секунду. Так, 27 мегабайт, 31 мегабайт қылдық қойып. Мегабит в секунду деген. Телефонның микрофоны жоқ, олай емес. Бүйтеміз, дыбыс жазу дейміз. Дыбыс жазу. Өзіміз қателесіп кетпес үшін. Сонымен сохранить на альбом дейміз. Алдағы уақытта сізге мына баннерімді қалай жасаған туралы керек пе? Керек болса комментарийға жазып кетіңіз. Телефонның өзінің микрофонымен қалай болатын сіз қазір менен естіп тұрсыз. Ал қазір мен телефонның осындай құлаққа салатын, қазақшасы қалай екен білмеймін. Орысшасы наушники деп аталады, но осының біздер микрофоны бар наушникті микрофон ретінде қолданамыз. Ал ендігі бұл микрофон, петличка. Мына камерадағы петличка сияқты. Ана камераның петличкасы мұнда. Ал мынау қазір мына телефонға қосылып тұрған.